Сәлем достар, бұл мен. Ойындағы қорқынышты жасырын пасхалкаларды сағынған адам бар ма екен? Қорқынышты өлең қосайық, кеттік. Бұл видео бір ойыннан басталмайды. Оны қорқынышты деуге де болмайтын шығар. Бірақ егерде менің өмірімде осындай жағдай болған болса, мен терезеден секіріп кетуші едім. Менде бірінші Xbox ешқашан болмаған. Ода бір түсініксіз нәрсе болатын. Егер оны менюда қосылу түрде қалдырсақ, ол қорқынышты дауыстар шығаратын. Осыны қосылу түрде қалдырып ұйықтап кеткен адамға жаным ашиды. Time Splitters 2 ойынында ұқсас нәрсе болатын. Сені өлтіргенде ойын басынан бастауды ұсынады. Алайда ол ұсынысынан бас тартып, менюда 5 минуттан ұзақ отырсақ, мынау басталады. World of Warcraft ойынында біз бір топ біртүрлі балаларды көреміз. Олар үнемі жұлдыз формасымен жүреді екен, яғни пентаграмма. Бұл символдың мағынасы әр ұлтта, әр сенімде әртүрлі болады. Алайда оны көбісі мистификацияға теңейді, және оны жамандықтан қорғайды дейді. Бірақ мына балалар неге осылай қозғалады? Түсініксіз. Алайда кейде ол өзгереді. Белгіленген уақытта олар үйге келіп, бөлмеге кіреді. Осы кезде олар басқаша тұрып, біз мынаны естиміз. You will die. Қымбатты Эстер, келесі ойын осылай аталады. Рецензиясында оны баяу, қызықсыз деп айтады. Меніңше ол іш пыстырарлық. Бұл жерде жай ғана жүруге болады. Өте баяу жүруге. Бұл ойында біз фонарик те қоспаймыз. Ол өзі қосылады. Сөйтіп, біз аралда жүріп, басты кейіпкер ол өзі айтушуда. Эстерге арналған хаттарды табады. Уақыт өте, оның ойы өзгере бастайды. Сөйтіп, біз кім екеніміз түсініксіз бола бастайды. Пасхалкаға оралайық. Бұрынғы видеода мен Half-Life'дегі қорқынышты құпияны айтқанмын. Біз G-Man'ді көрген болатынбыз. Ол кейде бізді аңдитын. Бұл ойында осыған ұқсас нәрсе болады. Әр жерде бізді қара фигура аңдиды. Кейде ол қозғалады, алайда оны байқау өте қиын. Сондықтан менің ойымша, осы ойынды ойнағандардың көбісі оны байқамаған да шығар. Ал білмей байқап қалғандар ойынды ұмытылмас етіп естеріне сақтап қалған шығар. Келесі ойын The Stanley Parable. Бұл ойында өте көп жасырын нәрселер бар. Күлкілі және қызықты. Алайда ойында біртүрлі және қорқынышты нәрселер де бар. Ойнағандар білетін шығар. Стэнли ойындағы жалғыз кейіпкер. Басқа ешкім жоқ. Айтушының сөзінен басқа. В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Алайда өте сирек біз офисте Стэнлиге ұқсас біреуді көрсек болады. Шынымды айтсам, мен ойынды бірнеше рет өшіріп қостым. Мөлшерлеп айтсам, 30-дан аса. В офисе никого не было. Неге өшіру қосып керек? Өйткені оны ойын басынан көруге ғана болады. Және тек қана 425-ші бөлмеде. Ойын бастала сала сол жерге жүгіру керек. Ойнағандар білетін шығар. Ойынға қайта кірсек, ештеңе өзгермейді. Алайда кірген сайын офисте өзгерістер пайда бола бастайды. Бірақ айтушының сөзі қалады. В офисе никого не было. Бір кезде қайта кірген кезде мен басқа жерде пайда болдым. Жанымда 425-ші бөлме тұрды. Келесі рет кіргенде айтушының сөзі өзгеріп кетті. На улице было ветрено, и, возможно, шел легкий дождик. Стэнли подумал, что настанет тот день, когда он окажется на улице. «Погодите», — размышлял Стэнли, — «а точно не было никаких команд на мониторе?» Әйтеуір тағы қайталап кіргенде, әлгі адамды көріп қалдым. Келесі пасхалка Evil Within DLC қосымшасында.
Бұл локацияда сынған есік бар. Ол біресе ашылып, біресе жабылып тұрады. Егерде фонарикті жағып есікке жақындасақ, Лораның елесін көреміз. Шыны керек, мынаны мен ғаламтордан алдым. Өйткені менде Xbox 360 жоқ. Gears of War 3 ол Xbox-тағы эксклюзивті болып табылады. Бұл ойында біз картада допты табамыз. Пасхалканы қосу үшін допты бір жерге домалатамыз. Видеода көргенімдей, ол оңай емес сияқты. Ойыншылар 3-4 минут уақыт жоғалтты. Сөйтіп, допты домалатып, ақыры мынау шығады. Соңында Call of Duty-ның 2 ойынымен аяқтаймыз. Біріншісі Black Ops 1. Ессіздік деген картада тіс емхана бөлмесі бар. Сөйтіп, сол жердегі орындыққа жақындап келсек, кейде адамның айқайын естиміз. Енді Black Ops 3. Бұл пасхалка енді қызығырақ. Ол Зоцубо Ношима картасында бар. Картаның атына мән берсек, оқиға Азияда орын алады. Нақтырақ Жапонияда. Ойында Жапония осы жерде ғылыми тәжірибелер жүргізген. Сол үшін картада улы жарылғыштар кездеседі. Ол жарылғанда улы газ бөледі. Егерде кейіпкер газды жұтса, түн шыға бастайды. Алайда газдан қашуға асықпайық. Өйткені газ елестетуші әсер береді. Сол кезде осы құпияны көруге болады. Осымен бітті, достар. Бүгін ешқандай скример болған жоқ, мүмкін қоспайтын да шығармын.